Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз жарылып пісіп шығатын шоколадты печенье пісіреміз. Жасау жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Әдеттегідей керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жазып қоямын. Алдымен бөлме температурасына тұрған жұмыртқамызды шұңқыл табаға жарамыз. Оның үстіне секер салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Массамыз біркелкі болған соң үстіне сұйық май қоямыз. Тағы да бір араластырып аламыз. Содан соң суымызды құйып, біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Үстіне какаомызды саламыз. Какаомызды міндетті түрде ситыдан өткізіп алған жөн. Какаомызды жұмыртқалы массымен біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Үстіне ұнды саламыз. Ұнымызды 2 бөліп саламыз. Бір бөлігін салған соң үстіне разрыхлитель саламыз. Және де қалған ұнды салып қамыр илейміз. Осылайша қолдың көмегімен қамырды илейміз. Қамыр қолға жабыспайтын жұмсақ болып шығу қажет. Печеньені дайындамастан бұрын пергамент қағазын противенге салып дайындап қоямыз. Қолымызды майлап немесе сулап аламыз. Өйткені қамырымыз қолға жабысып қалуы мүмкін. Осылай шетінен қытты бөліп алып, қолдың көмегімен шарик тәріздес қылып жасаймыз. Осылай бәрін дөңгелектеп шарик тәріздес қылып жасап алған соң, үстіне жаймен ғана қолмен басып шығамыз. Соңында үстіне сахарный пудра себеміз. Сахарный пудраны көбірек сепсеңіздер болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеміз дайын. Печенье өте жұмсақ, тәп-тәтті, воздушный болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, колокольчик белгісін баса кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.